Екінші қатарда жаңағы бір воздушный петляны тоқығаннан кейін әрі қарай әрбір петляға бір столбик без накида тоқып кете береміз. Әр петляға столбик без накида тоқимыз. Қатты боста, қатты андай тартып та тоқымаймыз, орташа. Яғни бос болмау керек. Осылайынан қатардың соңына дейін әрбір петляға бір столбик без накида тоқимыз. Тағы жақындатайын, көрінбей қалды ау деймін. Тоқылып тұр ғой. Мына келесі петля көрініп тұр, сіздерге мінекей мынау келесі петля. Осы петляға крючок кіргізіп, тағы да столбик без накида тоқимыз. Осылайынан әрі қарай қатардың соңына дейін тоқимыз да, қатардың соңында тура жаңа бірінші қатарды аяқтаған кезімізде біріктіргенде ең бірінші тұрған бағана бір воздушный петля тоқыдық қой, соған біріктіреміз қатардың соңында. Сонымен екінші қатар бітеді. Қатардың соңында біріктіретін тағы да бір рет көрсетемін.